Темір микроэлементі қан құрамындағы гемоглобиннің түзілуінде маңызды рөл атқарады. Ақ және қызыл қан түйіршіктерінің қалыпты мөлшерін сақтау үшін ағзада темір жеткілікті болу керек. Ал бүгінде әлемнің әрбір үшінші тұрғыны темір жетіспеушілігімен өмір сүреді. Темір аз болғанда гемоглобин аз болып қалады. Гемоглобин аз болғанда ол анемия болады. Және де анемия болған кезде барлық ағзамыз біздің кислород жетіспейді. Оттегі жетіспей, сидеропенический анемический синдромдар пайда болады. Әлсіздік, бас айналу, бас ауру, сондай симптомдар болады. Ал сидеропенический ол темір аз симптомдар. Ол симптомдар терінің құрғақтығы, тырнақ сынуы, шаш түсуі, сондай симптомдарға келеді сидеропенический синдром. Мына кесектің сонша дәмді болатынын ай. Бірақ құрбыларымның бәрі саған дәрігерге бару керек. Бұл дұрыс емес дейді. Темір жетіспеген жағдайда адамдар жеуге келмейтін нәрселерді жегісі келеді. Оларға мысалы жаңағы бор, құм, мұз, шикі қамыр, жаңағы фарш сияқты заттарды жегісі келіп кетеді. Сонымен қатар, егер де темір көп мөлшерде жетіспеген жағдайда мына аурулар пайда болады. Яғни анемия, иммунитет төмендегендіктен көптеген инфекциялық ауруларға ұшырайды. Яғни ОРВИ, грипп сияқты аурумен көп ауырады. Және ісік аурулары пайда болады. Және осы жыныстық дисфункциялар көп байқалады. Темір тағамдарда гемді және гемді емес деген екі түрге бөлінеді. Яғни гемді түрі ол ет, суп өнімдер, балық, жұмыртқада кездессе, гемді емес темір ол чечевица, нут, брокколи, орамжапырақ, сәбіз, алма сияқты өнімдерде көп мөлшерде кездеседі. Балаларға 4 және 18 миллиграмм арасында қабылдау қажет, бірақ оның дозасын арттыруға болмайды. Себебі темірді 200 миллиграмм дозасынан артық қабылдап кетсеңіз, ол улы әсер береді де сіз тіпті балаңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан оның дозасын дәрігермен кеңесіп, ақылдасып, содан кейін барып оны қабылдау қажет. Темір металл тектес микроэлемент болғандықтан тамақтанудан 2 сағат бұрын қабылдасақ ағзаға дұрыс сіңеді. Сондықтан кез келген дәруменді өз уақытында, өз мөлшерінде тұтынғанда ғана пайдалы болатынын ұмытпайық. Кез келген дәруменді, әсіресе анемияны емдеу кезінде дәрілік